Зылиха бүгін көңілсіз. Көңілсіз болғанда жайшылықтағыдай емес. Бүгін өзгеше өңі қашып, жақ-жыны үрпиіп, берекесі кетіп отыр. Не істейтінін, не істеп отырғанын өзі де білмейтін секілді. Қол сандықты алдын алып ашқанына едәуір уақыт болды. Сандығында көптен жиналып қоқырсыған матаның қиқымын, суыртпағын, ширатқан жібін әлденеше рет ақтарды. Осыларды о баста неге арнап жинағандары есіне түсті. Мына бір қиықша сисаны осындайдан құрастырып, бір жасар баласы Бақытқа көйлек тігіп бергелі жүреді. Мына біреу ақ жіптің қалдығын қызы Ұлпаға көйлек тіккендей болса, етегін қаюға керек болар деп сақтап жүреді. Қоқырсыған құрақтың әрқайсысының өзіне орны бар. Бұлар сары майдай сақтап жиып жүрген мүлкі. Енді осының бәрі текке қалатын секілденіп көрінеді. Неге олай? Себебі не? Қоқырсыған құрақты жиыстырып, Бақытқа көйлек тігіп берем десе, қарсы келіп отырған біреу бар ма? Келіншек болып түскеніне биыл 9-шы жыл екен. Содан бері 4 құрсақ көтерді. Екеуі өлді, тірі қалғаны Ұлпа мен Бақыт. Бір жасқа жаңа толды. Осы екі бала қалай тәрбиелеймін десе де, Зылиханың еркінде емес пе? Әлде байы сарымсақ кесе түсе ме екен? Бірақ олай деуге жөні келмейді. Сарымсақтай момын адам жоқ. Сарымсақ өткен өмірінде Зылихаға мынауың теріс деп көрген адам емес. Зылиха келіншек болып түскеннен өзін ерікті санаған. Оны жұрт екі түрлі жорушы еді. Зылиханың үйі орта дәулетті үй. Сарымсақтың үйін баста тең көріп қыз берсе де, артынан сарымсақ кедейленіп қалған. Зылиха сарымсақтың кедей күнінде келіп түсті. Екінші себеп, жұрттың жоруынша, бұл Зылиха жасында ажарлы еді. Ажарлы әйелді бозбалалар жағалап, тәуір әйел екен деген ат тағатын әдеті ғой. Зылиха мұны жас күнінде сезбеген секілденсе де, келіншек болып түскенде ойлана бастады. Тәкен ауылының тәуір деген жігіттері кездескен сайын іліп қашып, Зылиханы елеңдете түсуші еді. Басқа елдерге қарағанда Зылиха еркін өсті. Зылиханың жайдарлығына, еркіндігіне қарап, сырт оны бозбасшылықтан сау емес деп жорушы еді. Бірақ Зылиха намысына кір келтірмеді. Кім көрінгенге қолжаулық болады деп сарымсақ ойлап көрген емес. Ендеше Зылиханы көңілсіздікке салушы кім? Кімнің тілі тиді? Кімнен жәбір көрді? Бұл сұрауларға Зылиханың өзі де жауап бере алмайды. Жауап іздеген де жоқ. Осы сұрауларды шешіп алудың керектігін ойлаған да жоқ. Сопақтау келген жер үйдің ортасын бөлу үшін салған ұзынша пеш бар. Сол пештің жанында жұлмаланған құрым киіздің тесігінен шөпті суырып, Бақыт ойнап отыр. Кішкене қолы тырбиып, уысына сыйған бір-екі шөпті сырғауылды сындырғандай қылып сындырады. Терезенің көзінен түскен күн сәулесі Бақыттың бетінен сүйіп, еркелеткендей, ойнатқандай болады. Шашы жалбырап Ұлпа қуыршақ істеп отыр еді. Шөппен ойнап отырған Бақыт Ұлпаның қолындағы қуыршақты көріп қызықты. Мәм деп қолын созып сұрап еді, Ұлпа оған бере қоймады. Бақыт ызаланып жылап жіберді. Әже, деді Ұлпа. Терең ойға шомып отырған Зылиха ұйқыдан оянған кісідей басын көтеріп алды. Байбалам салып, еркелеп, жылап отырған Бақытты көрді. Екі беті томпиып, көзінен болар-болмас жас шығып, Зылихаға қарай еңбектеп келе жатыр еді. Ұлпа еркелей қарап, әже, қуыршағыма көйлек тігіп берейін, ана бір сисаңды бересің бе? Деді. Еркелеп күліп отырған Ұлпаны көрген соң, өтірік байбалам салып, әжесіне наз қылғалы жылап келе жатқан Бақытты көрген соң, Зылиханың жүрегі елжірейін деді білем, өз-өзінен ызаланып жылап жіберді. Құдай-ау, осы пәлеге мені салғалы жүрген кім? Мен неден аздым? Маған не көрінді? Бақытжанды қайтем? Ұлпаны қайтем? Еңбектеп келген Бақыт мамалап бауырына кірді. Ұлпа қуыршағын тастай беріп, әжесінің жылағаннан қорыққандай состиын қарап тұрды да иығына асыла отырды. Әже, қарным ашты, деді. Сары, Кәрібай, Жалмақ үшеуі Сарының шомының ық жағындағы күртік қарға отырып кеңеске кірді. Әсіресе Жалмақ күпісінің жағасын жоғары таман көтере түсіп, мақал тақпағын араластыра сөзді желдіртіп соғып отыр. Кәрібай көп үндемейді. Жалмақтың сөзіне ырзалық білдіргендей, оқтасанда басын изей түсіп, күлімсіреп қана қояды. Сары қатты қарды таяғымен түрткілей отырып, бірдеме айтып күлімсіреп еді, Жалмақ іліп ала жөнелді. Сары, сенің сөзің екішті болып отыр.
Кәрібай да бір елдің адамы, сен де осы елдің жігіт ағасысың. Сені басып кететін, сенің сөзіңнен шығатын Қарымбайдан кім бар? Басқа сөзіңді қойып, жесіріме қимам қышып отыр десең, біз сөзді әлде қашан доғарамыз ғой. Жесірімді бермеймін десем, менің айтуға да хақым бар. Қарымбай тұқымының намысын мен іздемегенде кім іздейді? Бірақ мені қамай бергенше өздеріңді де қолға алуларың керек қой, деп Сары күлімсіреді. Ой, құрып қал, құлқаныңды алға сала сөйлейтін әдетің-ау. Мен Кәрібайдан үйренгем. Биылғы ұлтарақтың келінін ала барғандағыны мен ұмытам бекен? Кәрібай қақақалап күлді. Жалмақ Бейсенбайдың болыс кезіндегі секіртпе күлкісіне салды. Ал енді сенің дегенің-ақ болсын, ашып айтшы. Мен несін айтайын? Өз басым еш нәрсе деметпей-ақ қоямын. Араға жүретін жігіттеріміз бар, әкімдеріміз бар. Олардың сыбағасын толықтырмай болмайды ғой. Осы күнгі заманның түрін өздерің білесіңдер. Біреуді біреу аңдып атқа мінген жігіттің аяғынан шалып құлатқанша асық. Солай болған соң олардың еңбегін бағаламай болмайды ғой. Әкім деп сенен олжадамен қылатын бұл елде әкім бар ма? Жантайдың баласын өз қолыңнан ауылнай қойып отырсың. Көзді бір алартқана жым болатындарыңды алға келіп тартпай-ақ қойшы. Жалмақтың тұқырта сөйлегенін Сары ұнатпады. Біреудің бақытын, дәулетін меншіктене сөйлеген адамнан жек көргенім жоқ деп, Сары өзінше пәлсапа соғатын. Атқа міну, ерге бас болу Сарының ойынша оңай жұмыс емес. Елдегі игі жақсылары ел аралай шықса, адам болған жігіт еді деп осының үйіне келіп түседі. Азғана малды сатып, соя берсе, ертеңгі күні кедейленіп қалса, Сарының сөзін кім тыңдамақшы? Табысының да сәні кеміп жүр. 1921-22 жылдардағыдай билік айтып олжа түсіретін ұрлықтың өрбіген заман емес. Елде дау шамалы, бірен-саран болғандары Сарының алдына келмей сотқа тура тартатын болып жүр. Бірен-саран ержеткен әйел балалар құтты жеріне әлдеқашан қондырылған. Жас әйелдердің де осы қалай дегендері аударыстырылып, мүшелі шапанды Сарыға кигізген. Сарының ақтық азықтарының бірі осы болып отыр. Сондықтан бұдан ұтылмау жағына Сары аянбай күш салды. Жалмақ әрі-бері арбасып бәсеңсіген соң, түлкі тымағының құлағын көтере түсіп, сұлу мұртты бірер сипап алып, Кәрібай сөйледі. Кәрібай Сарыға жай айтуға кірісті. Сенен жасыратын сыр жоқ. Мен осы қатынды алғанда басқа зар болғаннан алғалы отырған жоқпын. Ерегіскен жерде өліп қалу керек деп өзің айтпақшы, бір ерегіспен болып отырған іс қой. Бір іске бел байлаған соң шығыннан қашуға бола ма? Азды көпті малым бар, мен қолыңды қақпайын. Мынау мынаған керек деп жұмса да жұмысымды бітіріп бер. Сары ажарланып сала берді. Жымыңдап Жалмаққа қарады. Әй Жалмағай, абырой ала алмай өлдің-ау сен. Осы сөзді манадан бері сен айтсаң ғой, абыройың аласың да кетесің. Жалмақ өтірік күлген болып шақшаға жармасты. Сары албарындағы малайын жұмсап, Қоржынтайды шақыртып алды. Төртбақ келген толықтау қара жігіт белбеуді көкірегіне таман буынып адамсып келіп отырды. Сары оған үстемдік көзбен қарап бұйрық есебінде сөз айтты. Мына кісілердің жұмысын бітіргенде қалай болар екен? Өзінің айнуы да көп. Айнығанда не дейді? Не десін? Әйелдің сөзі белгілі емес пе? Көрмеген, білмеген адамға не деп барамын? Ең арғысы жүзінде көргенім жоқ дейді. Өй тәйірі, сол айныған болушы ма еді? Жүзім барған соң көре жатар, бүгіннен қалдырмай жұмысын бітір. Қайдем? Кәрекеңнің ебі біледі, деп Қоржынтай күлді. Бәрі де жымыңдасты. Барған соң бәйбіше боласың, үлдеме мүлдеге оранасың деп соға берсейші, азбайтын әйел болушы ма еді тәйірі, деп Жалмақ пысықтап қойған болды. Сарымсақ пен Зылиха екеуі үйдің қасындағы шыңның басында тұр екен. Сарымсақтың ойына баяғы жігіт күні, жігіт кезіндегі Зылихаға ұрын барғаны түсті. Әйелдер Зылиханы алып келген екен. Ынтық болып жүрген Сарымсақ бөкебайын ашып, Зылиханың қызыл шырайлы жүзін, мөлдіреген қара көзін бірінші рет сол жерде көріп еді. Көптің көзінше ашылып сөйлесе алмаған соң, Зылиханың ымдауымен тысқа шығып, Қайболдың үйінің тұсындағы терең жардың басына барып тұрған. Жазғы тұрғы маужыраған түн, жаңадан тасып, қарқыны басылып жетпеген өзен сарылдап, күрілдеп, тынық түнде өзінше тербетіп тұрған сияқты. Ай жарқырап бұлттан шығып, жарық сәулесін Зылиханың бетіне сепкенде, Сарымсақ Зылиханы айдан да сұлу екен деп ойлады. Зылиха бұралып Сарымсаққа жақындай түсіп, ыстық лебімен бойын ерітіп үнсіз ғана тұрады. Сол күндер есіне түскендей болады. Еске түседі де, еркін алып билеп,
Сарымсақ Зылихаға бұрылған секілденеді. Зылиханы өзіне қарай тарта берем дегенде әлдекім ар жағынан кеп итеріп жібергендей болды. Сарымсақ жерден омақата құлап, басын көтеріп алса, ирелеңдеген біреу Зылиханы қолынан дедектетіп әкетіп барады. Әлде қайдан ұлпаның әжелеген ойбайы, бақыттың мамалаған жылауы естілгендей болды. Сарымсақ күйкітіп кетіп, ойбайды салды. Зылиха! Зылиха! Өз даусынан өзі шошып оянды. Бұл түс екен. Үйдің іші тастай қараңғы. Бесіктегі бақыт шырылдап жылап жатыр. Бесікке таяу жатқан ұлпа әжелеп ыңырсып жатыр. Шошып оянған күйі тұла бойы қалтырап, неге екенін білмей Сарымсақ аз кем отырды. Бір кезде есін жиғандай болып, Зылиханы оятуға кірісті. Әй, қатын, тұр деймін. Иығынан қозғап, оятайын дегенде созған қолы жастыққа тиді. Бойы әлденеге мұздап сала берді. Ұйқылы көзімен қайта сипалағанда қалтыраған қолы жылаған бақыттың бетіне тиді. Бесіктің бет жапқышы ашық, жана ғана емізген секілді. Өй, Зылиха деймін, қайдасың? Ыңырсып жатқан ұлпа үрпиіп басын көтерді. Бесігінің бас жағына жорғалап келіп, әкесінің қойнына кірді. Қарағым, әжең қайда? Әжем, әжем, деп ұлпа жан-жағына қараңдады. Зылиха, Зылиха! Деп Сарымсақ айқай салды. Әжелеп, мамалап бақыт шыңғырды. Үшеуі қосылып үйді басына көтерді. Далаға шығып кетті екен деп Сарымсақ баста дәмеленген секілденсе де, ұзап кеткен соң қауіп үдей бастады. Апырмау, қайда кетпек? Ашу аразы болған емес. Ашуланбақ түгіл бүгінгі түн Зылиханың өмірінде жайдары болған түннің бірі. Іңірден отырып ұлпаның көйлегін жамады. Бақытқа құрастырып көйлек тікті. Сарымсақтың ескі тонын бүргіштеп киюге жарайтын етіп берді. Жататын кез болған кезде бақытты шомылдырып, бабына келтіріп бөлеп, қайта-қайта сүйді. Ұлпаны төсегіне жатқызып, оны да маңдайынан иіскеді. Төсекке жатқан соң Зылиханың жайдарлығынан дәмеленіп, Сарымсақ жақынырақ жатып еді. Әр ойбай, шаршап жатырмын, деп жиырылмай қайта өзі жақындай түсіп, құшаққа құшақ айқасып жатты. Осыны істеген Зылихада жаман ой бар деп кім ойлар? Ендеше Зылиха қайда? Қанша ойланса да бұл жұмбақты шеше алатын емес. Далаға шығып іздейін десе, әкелеп жабысып ұлпа жылап жібермейді. Шам жақты. Үй жарық болған соң сезік мүлде ұлғайды. Зылиханың күпісі, бөкебайы жоқ. Жалмажан жастықтың астын қарап еді, киіп жүрген шапаны да жоқ. Бір сұмдықтың болғанын жүрек сезді, бірақ қандай екенін айырып білерлік шама жоқ. Шырылдап жылап жатқан бақытты бесіктен шешіп алып, бауырына басты. Шашы үрпиіп, үрейі ұшып ұлпа әкесінің тізесіне жабысты. Шамға төніп отырған күйі сақалына суы сорғалап Сарымсақ жылады. Үшеуі де әдегенше кіріпті күйге түсті де қалды. Таң атып үйге сәуле кіре бастады. Бақытты ұлпаға ұстатып, әжеңді шақырып келейін деп Сарымсақ іздеуге шықпақшы болды. Әжесін шақырып келем дегенге ұлпа қуанып, бақытты ойнатуға кірісті. Сарымсақ шыққан күйі інісінің үйіне жүгірді. Келіні таңнан тұрып, пешінің мұржасын ашып тұр екен. Тамырсық аязды қыстың таңы жылы үйден шыққан адамның бетін жалап қартып барады. Келін, шырағым, біздің қатынды көрдің бе? Жоқ ойбай. Ендеше қатын жоқ. Келіні шоқаң етіп сәлем етіп болып аузын сылп еткізді. Бәтір-ай, сұмдық болмаса егеді. Кеше кешке тасбақамен аузы жабысып, сөйлесу жаман еді, деді. Сарымсақ одан жаман үрейленіп, аяғына жұқпай бүкіл ауылды кезіп шықты. Көрген білген жан болмады. Әмден талған соң ат арқасына мінген жігіт еді. Бір хабарын осы таппас па екен дегендей жүгіріп Сарының үйіне барды. Сары төсегінде жатыр екен. Басын көтермей жатқан күйі ыңырсып кейеді. Маған не қыл дейсің? Мен сендердің қатындарыңның бақташысы болам ба? Желіккен әйел тұрушы ма еді? Қазір слободаның заманы. Өз қатыным кетем десе де ұстап тұрар жайым жоқ, деді. Талып барған Сарымсаққа Сарының сөзі өңменінен атып жібергендей болды. Сақалына жабысқан көздің жасы сауыс болып қатып, ілгері басқан аяғы кейін кетіп, салбырап үйіне келді. Кішкене күпісін киіп, жарбиып лапастың алдында ұлпа әкесін күтіп тұр еді. Әкесіне жаутаңдап қарады. Әке, әжем келе ме? Сарымсақтың көзінен бүршіктенген жас ыршып шығып, бетін жуып жүре берді. Қатын қалаштар жиналып қалған есіктен. Есіктен кіріп барған жағдайда мамалап жылап қолға тұрмай безек қаққан бақытты көрді.
кәріп болған балаларды кемпірлер мүсіркеп, мүсәпірлер-ай қайтсын, әженің жолы басқа ғой деп, олар да көздеріне жас алды. Қысқа тоны қаудырап, суыққа тоңып, жаурап, жақ жүні үрпиіп, ашаң жүзді келген әйел сиырдың қорасын тазалап жүр. Жұмысқа мойындамағандығы, жұмысты көңілденіп істемегендігі ісінен де көрініп тұр. Бірден бітіріп тастайтын жұмысты күн оздырайын деген кісідей үнемдеп істеп жүр. Кішкене жүргеннен кейін күрегіне сүйеніп демін алады. Әлденелерді есіне түсіреді. Өткендегі мен қазіргі күнді салыстыра бастаса, өзінен өзі мүжіліп, ыстық жас көзден тимей кетеді. Бұл Зылиха еді, сарымсақтың Зылихасы. Сарымсақ сасып, ұлпамен бақыт жылап, үйді басына көтерген түні Зылиха сарымсақтың жылы қойнынан шығып, көрмеген, білмеген біреудің соңынан ерген. Неге ерді, не мұңы бар, жылатып тастап кеткендей сарымсақтың не жазығы бар. Бұл Зылиханың әлі күнге шешпеген жұмбағы. Бастап алтын босағасын аттап шыққан түні де бұл жұмбақ шешілмеген еді. Су түбіне кетіп бара ма, әлде адам көрмеген бір бақытқа кездесе ме? Бұл Зылихаға қараңғы еді. Ендеше үйін, байын, ішінен шыққан баласын тастап, елеске еріп несі бар еді? Күрекке таянып тұрды дегенше Зылиханы айналдыратын осы ойлар. Бұл ойда Зылиха тәугі үйінен шыққан түні ақ ойланған. Сұмдықтың басы Қоржынтайдан ғой. Қоржынтай Зылихаға бөле есепті жігіт. Басқадан гөрі Қоржынтай Зылиханы жақын тартып жүрген соң, кез келген ашық шыраймен әзілдесіп, Зылиха да оны алыс көре қоймайтын еді. Зылиха келіншек болып түскелі Қоржынтай нелерді айтпады. Сарымсақты жамандап, Зылиханың көңілін содан суытуға жан салды. Елдегі бозбалалардың ішіндегі Әбдінің баласы секілді мырзаларды мақтап, араға жеңге болғысы да келді. Жас күнде бозбалшалылық істеудің көңілді нәрсе жоқ деп қызықтырып та көрді. Бірақ Зылиха оның біріне де еліккен емес. Қоржынтай кейде ашуланып, жұрттың қатындарының бәрінің де тамыры бар. Осы саған біткен қай әурешілік дегенде бір күндікке қызыға алмаймын деп Зылиха қысқа ғана жауап беруші еді. Бозбалшалылыққа көндіре алмаған соң, Қоржынтай соңғы 1-2 жылдан бері өмірлік жолдас болатындарды да айтып айналдыра бастаған. Соның ішіндегі Зылихаға көп айтқаны Кәрібай. Кәрібайды жұрт ағасы, асқан бай, қатыны өлген бойдақ деп суреттеген. Саған сыртыңнан ғашық болып жүр деген сөздерге шейін айтқан. Бір күні сарымсақ үйде жоқта Қоржынтай түнде келіп оятып, Кәрібай тыста күтіп тұр деп айтқан болатын. Мен ешкімге қолжаулық бола алмаймын деп Зылиха үйінен қуып шығып еді. Кәрібайдың даңқына да, байлығына да қызыққандық пішін Зылихада болған емес. Әйтсе де неге екенін өзі де білмейді. Соңғы кездері бір белгісіз күш итермелеп, осыған көн деген сияқты болды. Қашанда болса сарымсақтан айырылып, бөтен біреуге қатын болып тыю міндет секілденді. Зылиха бір табанға шейін болады, болмайды деп уәде берместен келсе де, нақ қашатын күні кешке Қоржынтай келіп, өлердегі сөзін айтып, уәдесін сұраған. Нақ сол жерде нағып жеңілгенін өзі де білмейді. Жарайды деген сөз Зылиханың ауздан еріксіз шығып кеткен. Ауыздан шыққан түкірік, қайтып жатсаң мәкірік деп кемпірлер күнде шариғат соғады. Айтарын айтып қойған, бұрысын терісін тексерместен Зылиха қашудың жабдығына кірісіп еді. Алғашқы кезде балалары аяныш көрінді. Балаларын қиып тастап кету мүмкін емес секілденді. Бұрынғыға қарағанда аналық махаббаты 100 есе өсіп, екі баласының тілегі үшін жанын қиып берерлік күйге жетті. Баланы ойлағанда көзінен моншақтаған жаспен бірге жүрегінен қарақан саулап ағып, ішін елжіретіп кеткендей болды. Байы сарымсақ елдегі момын екеу болса, біреу болса тап өзі. Жастан қосылғалы араларында көңіл қаларлық реніш болған емес. Зылиха не айтса сарымсақ соған құл. Сөйткен сарымсақтың жазығы не? Міне осының бәрі тайталасып, қараңғы түнде Зылиханың басын қатырып жатқанда есік алдында тықыр білінгендей болады. Ақырын есік ашылып, әлдекім сипалап, жердегі шөпті сыбдырлатып, жанына келіп төнеді. Бұл Қоржынтай ақырын сыбырлап қана, «Қане, жүр» дейді. Зылиха онда сарымсақтың жанында жатқан. Жастан қосылған ері нақ сол минутта адамның сырттаны ешкім қиып кетпестік секілдеді. Зылиханың қиып кетпегісі де келді. Бір кезде бесікте пысылдап ұйықтап жатқан бақытын көреді.
Жалма-жан басын көтеріп алып бетін ашып еді. Шырт ұйқыда жатқан нәресте әжесінің мамасы бетіне тиген соң ұйқысын бұзып оянып бесікте таңулы жатқан күйі керіліп есінеді. Мамасынан бірер сорды да қайтадан ұйықтап кетті. «Қане жүр!» деп Қоржынтай қысып барады. Қоржынтайдың сыбырлап естіген сайын Зылиханың денесі тітіркеніп сала береді. «Менде нең бар? Мен байымды, балаларымды тастап әзәзілдің жолына түсе алмаймын» деп үйінен қуып шыққысы да келеді. Бірақ басты тұманданған қара күш ерікті билеп ырық бермейді. Сүйретіліп орнынан тұрып не қыларға білмей дағдарғанда Қоржынтайдың бұрын бір айтқаны есіне түседі. «Балаларды бірден ала кетуге болмайды. Сотқа арыз бергін, алады да береді. Кәрібайдың баласы жоқ, сенің балаларыңның оған жаттығы болмайды» деп еді Қоржынтай. Зылиха талған көңілге осыны сеп қылғандай, осыны ойлап өзін өзі айналдырғандай болып ақтық рет балаларын сүйіп, алтын босағасын аттап жөн тартып еді. Міне сөйткен Зылиха енді Кәрібайдың тоқалы болып, Ажар бәйбішеге күң атанып, малайдың жұмысын істеп жүр. Келгеніне 4-ші ай, содан бері бір жылы сөз естіген емес. Бәйбішенің сөгуі, бәйбішенің берген азары аздай-ақ, 2 күннің бірінде Кәрібайды ұратынды шығарды. Өмірінде естімеген сөзін естігенде сай сүйегі босап, іші өртеніп кете жаздайды. Өткен күн көзден бір-бір ұшып, күрсінгенде жүрегі қақ айрылғандай болады. «Әже-ай!» деп Зылиха ауыр күрсініп ыңыранды. Ажары сұрғылттанып, жақ сүйегі сорайып шығып, көзі аларып кеткен. Екі иінінен дем алып отыра алмайды. Әлсін-әлсі жөтеліп, мазасы кетіп отыр. «Әже-ай, келер ме екен?» дейді. «Қайдан білейін шырағым, пәті жуас адам еді. Сенің бір қатаңды кешем десе келер. Келсін деп қайта-қайта тапсырдық қой», деп кәрі кемпір Зылиханың көрпесін қымтап жапты. «Ұлпа ше, Бақыт ше, оларды да әкелем екен. Балаларын қайдан әкелсін? Күн әлі суық қой, жас балаларды алып жүру оңай ма?» «Қалқам Ұлпа, құлыным Бақыт», дем қамыққандай болды. Қамықты, бірақ көзінен жас шықпады. Жүрегі елжіреп, ішін өртеп кетті. «Қарағым Ұлпа, қарашығым Бақыт, не күйде екенсіңдер? Азғын жолға түскен, әзәзілдің тіліне ерген әжелеріңе лағнат қуып отырсыңдар ма? Күтесіңдер ғой. Күтсеңдер де бір жағынан ренжіп лағнат та оқитын шығарсыңдар. Лағнет оқитын жөндерің бар. Мен айыпты, сендерге қарайтын, мен сендерді алдыма алып еркелетіп сүйетін менде бет жоқ. Мен сендерді ескермедім. Сендерді жылатып тастап өзіме бақыт іздемекші болдым. Сарымсақтың жаман үйінен, жетпейтін кемтар дүниесінен аттап өтіп жұмақтың есігін ашпақшы болдым. Пәлен жерден пәленшенің қатыны қашты дегенді естігенде, менің ойымша солар адам көрмеген бір қызықты тұрмысқа кіріп жатқан секілді болушы еді. Ақырында сол ынтықты көріп, көңілді бастым. Мен сендердің бұрынғы жайраңдап жүретін әжелерің емеспін. Жүрегі жаралы, беті қаралы, қайғы бұлтын үстіне төндірген сорлы болған жанмын. Кәрібайдың үйінен қашып шыққан күні шананың үстінде келе жатып түс көрдім. Әппақ киім киіп өзеннен үйге қарай келе жатыр екем. Менің қарам көрінісімен-ақ Бақытты жетелеп Ұлпа алдымнан қарсы жүгірді. Әжелеп айқайды салғанда жүрегім елжіреп қоя берді. Ұлпаны маңдайынан сүйіп, Бақытты алдым алып, ендемізе берем дегенде еңгезендей бір қара кісі арт жағымнан келіп желкеме келіп түйіп жіберді. «Лағнат, арам қолыңмен жас нәрестені, күнәсіз періштені не бетіңмен ұстап отырсың?» деді. Алдым терең жар екен деймін, омақата құладым. Әлде қайдан Бақыт пен Ұлпаның әжелеп жылаған даусы шыңылдап құлағымды жарып барады. Жардан зымырап бара жатқанда тұла бойым түршігіп, шошып оянып кеттім. Күн ызғырық еді. Жұқа киімнен суық өтіп, денем сіресіп қалған екен. Сол жерде-ақ осы ауруды жабысқанын сездім. Басынан кешкен оқиғаларды бұлбұлдай сайрап Зылиха айтып отыр. Кемпір шешесі егіліп жылап отыр. Зылиха да тағы да көрген-білген айтып түгендемекші еді, болмады. Жөтел келігіп мазасын алды. Жөтеле-жөтеле әлсіреп жастыққа қисайып басын салды. Өңі көгілдірленіп, көзі бұлдырап, үй іші айналып бара жатқан секілденді. Бақыт па, Ұлпа ма, әлде сарымсақ па? Болмаса күні-түні ұйқы көрмеген, бағып отырған өзінің шешесі ме? Әйтеуір біреудің «қалқам» деп жылаған даусын естігендей болды. Талықсып кетті. Әлден уақытта «Зылихажан, басыңды көтересің бе? Келді ғой» деген дауыс құлағына тиді. Бұл шешесінің даусы еді. Көзін ашып алса, бетіне бетін тигізіп, біреу жылап отыр. Апырау, бұл кім? Абайлап қараса, сарымсақ. Зылиха не болғанын білмеді. «Қалқам, келдің бе?»
деді. Келдім, деді Сарымсақ. Мені кешесің бе? Мені бұрынғы Злихам деп танисың ба? Кештім, қалқам, кештім. Ендеше атыңды жек, маған ұлпаны бақытты көрсет. Олар да кешсін, әжелеп бауырыма кіріп, Бақытжан мамасын сорсын. Ақтық рет жанымның шарында Бақытжан емсе, ұлпа бауырыма жатса, күнәмді кешіп, сен бетіме бетіңді тигізсең, одан артық менің тілегім жоқ. Ендігі бар арманым осы ғана, деді. Екінті әлетінде сары белден төмен құлап бір шаналы келеді. Наурыз айының іші. Даланың қары еріп, қыран жерлер аламыштанып, көз ойнақ қара жерге айналған. Ылдый жақ қалың ауыл. Ауыл үсті қара шоғырланып көрінеді. Кешкі түтіндері мұнартып бұлттай көшіп аспанға созылып жатыр. Жеттің бе? Деді Злиха. Даусы естілер-естілмес болып жатыр. Сарымсақ атын айдай түсіп, қазір жетеміз, ауылдың төбесі көрінді, деді. Көріне ме? Әне, көрініп тұр. Ендеше тоқташы. Неге? Ауылды көрейін, сағындым. Ауылдың аңғарын, ауылдың ұшқан түтінін сағындым. Жеткенше дәтім шыдар емес. Шыдай алмай барамын. Сарымсақ атын тоқтатып, қымтауын ашып, зорға дегенде Злиханың басын көтерді. Злиха ауылын көрді. Жүрегі елжіреп кетті. Көзіне әлденелер елестетті. Бақытты арқалап, ұлпа жүгіріп келе жатқан сияқты болды. Қалқам ұлпа, құлыным бақыт, деді. Көрдім, көңілім тынды. Енді тез жеткіз. Әне, көрдің бе? Ұлпа мен бақыт мені күтіп тұр. Күтіп тұрған жоқ, қарсы жүгіріп келе жатыр. Әне, қалқам. Жуасиын деген соң шаршап кетті ме деп Сарымсақ орнына жатқызды. Қайтадан қымтап жауып, атын айдай бастады. Злихадан бетер үйіне жетуге өзі асықты. 4 айдан бері күні-түні күтіп жылаумен келе жатқан жетімдерді қуантқанша Сарымсақтың жаны сабыр таппай келеді. Ауылдың қотанына кіре бергенде ақ Бақыттың арқасында жарбитап, екі көзі жол бойында терміліп тұрған ұлпаны көрді. Сарымсақ атын үсті-үстіне айдап, албарға таяна бергенде ұлпаға көзі түсті. Қалқам ұлпа, әжеңді әкелдім. Әжелеп ұлпа жүгірді. Тірідей жетім болған байғұстар әжесінің жылы құшағына кіріп, мамасын иіскемекші еді. Қалқам деген жылы сөзін естіпекші еді. Бірақ болмады. Ынтығып күткен балаларын Злиха бауырына қыса алмады. Шанадағы Злиханың құр денесі ғана еді. Жаны үзіліп кетіп еді.